Тәуелсіздігімізге аяқ басқан кезеңде төл рәміздеріміз ту, елтаңба, әнұран дүниеге келді. Тәуелсіз қазақ елінің рәміздерін бекіту бүкіл халықтық сипат алып, оны жасауға байқау жарияланды. Байқау қорытындысы бойынша эстетикалық талаптарға сай, тарихи, экономикалық, саяси мәнді айқын анықтайтын рәміздердің үлгілері таңдалынып алынды. Елбасымыз жаңа мемлекеттік рәміздерді қабылдауға зор мән беріп, мемлекеттік рәміздер бұл біздің мемлекетіміздің, біздің егемендігіміздің берік негіздерінің бірі. Олар тәуелсіздіктің қасиетті біріктіруші образын білдіреді деді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы Конституциялық заңы 2007 жылы 4 маусымда қабылданды. Осы заңға сәйкес жыл сайын 4 маусым Қазақстан Республикасында мемлекеттік рәміздер күні ретінде мерекеленеді. Отаншыл рухтың бастауы отан үшін ең қымбат дүниелерді құрмет тұтып, қастерлеуден басталады. Ел өміріндегі маңызды оқиғалардың барлығы мемлекеттік тумен байланысты. Ту мемлекеттік органдар мен ұйымдар, сондай-ақ өзге де ұйымдар өткізетін рәсімдер, салтанатты және спорттық іс-шаралар кезінде көтеріліп, ұлттық аза тұту мерзімі ішінде төмен түсіріледі. Біздің мемлекеттік туымыз қазіргі таңда Біріккен ұлттар ұйымы сарайының алдындағы дүниежүзі елдерінің туларының қатарына қосылған. Сонымен қатар біздің мемлекеттік туымыз 2011 жылы ғарышқа барып қайтқан болатын. Осы ғарышқа барып қайтқан туымыз Талғат Мұсабаев 2001 жылы елбасына тапсырған болатын. Қазіргі таңда осы мемлекеттік туымыз біздің музейіміздің қорында сақтаулы. Еліміздің мемлекеттік туының ортасында 32 шашақты күн сәулесі, самға ұшқан дала бүркітімен көмкеріле бейнеленген тік бұрышты көгілдір матадан жасалған. Ту сабының тұсы ұлттық ою өрнекпен тік жолақ түрінде безендірілген. Күннің, сәулелердің және ұлттық өрнектің түстері алтын түспен көмкерілген. Мемлекеттік тудың көк түсте болуы да кездейсоқтық емес. Ата-бабаларымыз ежелден аспан әлемінің, тіршілік көзі судың түсі, көк түсті қасиет тұтып, өздерін көк бөрінің ұрпағымыз деп санаған. Көк түс түрлі ұлттар мен ұлыстар мекендейтін көп ұлтты мемлекетіміздің бірлігі мен біртұтастығын бейнелейтін бұлтсыз ашық аспанды білдіреді. Күн тіршіліктің, жарық дүниенің белгісі. Күнсіз қозғалыста, дамуда болмайды. Нұрға малынған алтын күн тыныштық пен байлықты баяндайды. Туымызда күннің бейнеленуі еліміздің жалпы адамзаттық құндылықтарға ортақ, халықаралық қауымдастықтың бір бөлігі екендігін білдіреді. Қанатын